Сәлем достар, бүгін ұнсыз ең жұмсақ нан пісіреміз. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа қажет, 1 шай қасық қопсытқыш және 150 грамм жаңғақ пастасы. Ең алдымен ақуыз бен сары уызды бөліп аламыз. Кейін ақуызға кішкене шым-шым тұз салып, миксермен араластырып аламыз. Осындай формасын ұстағанша, аппақ көпіргенше жақсылап миксермен араластырамыз. Содан кейін сары уыз бен пастаны араластырамыз және үстіне қопсытқыш салып, тағы да бір рет араластырып аламыз. Кейін сары уыздың үстіне ақуызды ақырын салып, миксермен қайтадан араластырып аламыз. Барлық ингредиенттерді біріктіріп алғаннан кейін формамызға құйып 180 градуста 40 минут пісіреміз. Міне бізде осындай жұмсақ нан пісті. Астарыңыз дәмді болсын.